дей аламыз. Бізге Ол қаруын алмақшы. Ұстаңдар! Ой, ей! Ой! Ұстаңдар оны! Жылқыны ұста! Оның аты Фазил. Қашып кетпесін олар! Шу жануар, барыңды салып шат. Жылқы қашып барады! Оның аты Фазил. Ұстаңдар! Ей! Ей! Олар мына жаққа кетті. Менің қарным ашып кетті. Меніңше олардан қашып құтылған сияқтымыз. Иә. Қашамын деп қарным ашты. Бірінші Фазилдің кезегі. Суда таусылыпты. Олар осы маңда болуы тиіс. Қап. Тез, жылқы ұрлаушылар бізді тауып алғанша сарайға жетіп алуымыз керек. Бірақ Фазил әбден шаршады. Ол сәл демалу керек. Ондай жағдайда зынданға түсеміз. Онда келіңдер. Кеттік, Фазил. Бірнеше қадам ғана. Тоқтаңдар. Олар өте жақын маңда. Аттың иісін сезіп тұрмын. Енді не істейміз? Вау! Ол жылқыға сыбырлап жатыр. Ол осы жерде болуы тиіс. Көмектескенің үшін рахмет. Оқасы жоқ. Менің есімім Басим. Бұл әкемнің қоймасы. Сәлем, мен Маркомын. Шила. Және Луиджи. Ал бұл Фуфу. Әкең мұнда не сақтайды? Әкем шаһардағы ғимараттардың құрылысына жауапты. Ол мұнда жабдықтарды сақтайды. Мұндағы ғимараттар өте биік. Бұған дейін айтқанымдай,